Құрметті тыңдарман қауым, қазіргі орындайтын шығармамызға әлқисса. 1995 жылы әкем Дінбай елге барып келіп, маған Сәбитжан, мен бір Искендір Мәтжүсіповтің қолжазба дәптерлерінің арасынан өзінің жақсы бір төл шығармасын таптым. Искендір кезінде Тәуелбай өлкесінің тарихынан кандидаттық диссертация қорғамақшы болған. Бірақ сол замандағы советтік цензураға тақырыбы қырын келді ме, әлде басқа да жағдайлар болды ма, ол талабы іске аспай қалған. Кейін өзі дүниеден өткесін, жазбалары ел арасында қолды болып кеткен. Мына толғауы сол еңбектерінің өлеңмен жазылған кіріспесі екен деп тапсырған болатын. Кейін 2009 жылы Қызтуған Қорғанбаев автордың еңбектерін Киелі өлкем Қызылқұм деген атпен құрастырып шығарды. Бүгінде құлағы түрік, көзі қарақты оқырман таныс деп білеміз. Қабыл алыңыздар, Искендір Мәтжүсіпов туған жер туралы толғау. Талай тарих куәсі бол, қашаннан ел жайлаған құтты мекен өсірген аяусында қыз менен ұл. Қызылдың билер қия ой шұқырым, талай ел мекен деп тау бізден бұрын. Сақы оғыл бұрғыт өзбек, қарақалпақ халықтың көрген бұл жерде шетірін. Өгіз тау бұрғыт құдық деген жерлер жер екен, мекен деген осы елдер. Ауызу сан ұрпақтан бізге жеткен ескалып, ескер тумен кемеңгерлер. Белгі жоқ көбісінен басқа қалған, болмаса біраз таңба таста қалған. Тарихта оғыздардан қалған дейді ой, құлдағы ой, Тамдыдағы ескі орған. Бұл күнде заман сазы келіп қырын алдырып, дұшпанын ау ішкі сырын. Алыстау қонысынан қайттаулар ақырын алмастырып, бірін арасын жиғын сүйғын алып жатқан кең өлке азен жемес табиғаттан. Қақ жарып қызыл құмды кесіп өтіп, қашаннан бабам қазақ кіре тартқан. Жау жолы сауранбай жол арба қалған, шығыстан сырға құдап кетеді арман.
бір кезде Шыңғыс ханның қанды қолы шұбырып жау жолымен бұқар барған. Тағы үшін талмай жортқан Шайбанида Тамдыға қашып келіп бір дем алған. Кезінде Бұхара әмірі Абдулла Шах тамсалып тіктеліп ескі ұрған. Бесбұлақ жаман қызыл тамды жерін мекендеп азынаулақ жүрген жерім. Сол тұстан Бұхаралық деп айтады жүргізген сауда саттық қалың берім. Қызылқұм талай жанға болған пана сазына сұм заманның болған ала. Тарығып қысылғанда талай ерлер мұнда кеп тіктеліпті. Бара-бара ғасырдың кешек өткен бас кезінде қарт емес қызуғанды, жас кезінде Дәуітбай батыр келіп мекендепті, оңыстығы ағайым мен көтім мүлдей. Сағалап Дәуітбайды ел жиналды, аз емес бірте-бір тум ұл жиналды. Бағынып Бұхар әмірі Насруллаға бір қауым көз алдына елге айналды. Өгіз тау керізбенен сым ташырық шегекен көші жүздің жеткен жүріп, ар жағы Ташкенттегі Қоқан ханы тұтасып жатушы еді билік құрап. Аталған азғантай елге бұл жердегі тыныштығы бермеуші еді Қоқан бегі, жіберіп ұрғары шабарманын талатып тұрушы еді бардай кегай. Дәуітбай Сауытбаймен ер қазанат, ер жігіт ұрысармы жауды санап, ақ құдық, жүз құдықпен сөкіттіге сал қойран кетпей жаудау елді талап. Асыр бүген байды қуып салды, айырды жауға түскен малды жанды. Ерлердің еткенісі зая кетпей мақанда, анау күнге ұрпақ қалды. Қарасам шат заманның біріндегі бара тұр ұмыт болып, ереңдегі ой болсын деп әруақ ырза батырлардың тіл қалдым көз шамаңшаң ай, әрді бірді ай. Алтын тау, Бұқан тау мен тоға берген тау, көп көрген шапқыншылығы мекен деп жау. Жекауыл қоныстанып Бұқан батыр, қолдағы қала алмады дұшпаннан сау. Естелік қариялардан көпті көрген, бабалары талай кетіп, талай келген, атысып бақалыда жауменен өтіпті жансар мен сойдағы мерген.
құлдықпен ерлер бұлақ. Бұл кезде ете алмаған ешкім тұрақ, тік тартып қызыл құмды кесіп өтіп, шұбырып жатушы едің уай, керуен құлап. Ай, 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 меншіктеп бұл жерлерді Хиуа ханы санаушы еді өзінікі малы жаны. Керуеннен әрбір өткен жинап салақ көп олжа табушы еді жолдастары. Көрсетсен наразылығы талаушы еді ай, қамалғы неше күндер қамаушы еді. Жөн сілтеп қазақтан да кей бұзықтар, күніне ау түрікпеннің жараушы еді ау. Ай, жоғарыда айтылған Дәуітбай батыр менен Қазанат Сауытбай батырлардың қуып жүрген Бөгенбай батыры Іскендір Мәтжүсіповтің өзінің еңбегінде айтылғандай қанжығалы Бөгенбай емес, басқа Бөгенбай. Мынау тыңдарманға құлақ қағыс болсын деп жатырмыз. Мінекей енді Қайдауыл саудагердің керуен басының хикаясын бастаймыз. Қайдауыл бір саудагер деген мықты бас болып орын борудан керуен шықты. Қайтуға бұқар барып сауда жасап жүздеген түйек арттау тадай жүкті. Жанға бұл жігіт екен жеңгел жауын қайтарған Кенесары қанның тауын. Жолдас қып жолбасшыға оны да алдау, қазақтан ерді керуен неше қауын. Күзетші азын аулақ әскері де бар, бұлары да жеткілік. Топ Сайман құрал көрмесе қияны шөлде судан тарды. Дұшпан қаушамасы бар, қарсы шабар. Bir кезде ел ішінен қуылып кеткен, сағалап Хиуа ханын қызмет еткен Бошай хан, Жанғозы хан деген қулар аңдушы ет керуендері дуй. Әрбір өткен ай алдияр жасағың бар, жауға шабар. Келді деп бір рет олжа табар, шықты деп Бұхараға бір бай керуен. Хиуаға бұл төрелер берді хабар. Қашаннан Хиуа Бұхар
қырғиға бар жатпады қандай естіп бұған қарап жіберді бірнеше мың түрікпенді сардарғып бір сарбазды өзі қалап қосылып жанғозымен бошайғанда болған соң ханнан жарыдық тоқтау бар ма жол бастап керуенге кездестірді ау бес төбе бетегел ау биік заңғардан керуенді бұлар келіп қамап алды талай дау қиын қыстау күйге салды әркімнің жаны тәттің аяу көз басына есітіп мылтық даусын тоқтап қалдың ай атысы әскер жауды жолатпады өзінің қызметін молақтады түсіріп керуен жүгін аяу тиесінен басын ау бес төбенің қонақтадың ай жаңғабыл бір ер еді-ау көпті көрген істеуге жүктен қамал кеңес берген қамалдың ішін алып аяу дүния мүлгін 13 күн шабуылға төтеп берген ай керуеннің аз болмады ау зияндар ау шашылды ау төб үстінде дүние малы айрылып күшкөліктің аяу біразынан қайтудан басқа малдау таба алмадың ай Tiretini әлге дейін жұмар жан басындау бесті менің содан қалғау мақсатқа ойналған аяу ішінде талайдардың кетер арман-ай талайдан тыңдап едім аңыз менде көруші ертегіде естігенді қарасам тарихқа баяу назар садым бар екен ақтау дерегі осы жөніндің ай бұл екен аңыз емес нағыз шындық өткен ғой бұл жау
ай сұмдық жылында 1800 аяу 24-тің болып тау болып ау 13 күндік ай жылында 1800 аяу 24-тің болып тау болып ақия 13 күндік ай